Бүгін ас содасының адам ағзасына пайдасы туралы айтатын боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Менің каналымда 98% ilmi көреді екенсіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Өтініш мен үшін үлкен мотивация. Рахмет. Ас содасын сүтке араластырылған соданың дәмі балдай. Кезеңіңізден бері бәріңізге таныс шығар. Бұл қоспа әлі күнге дейін жөтел кезінде сізге ерекше әсер етеді. Дәрігер мамандар бір шай қасық соданы қайнаған сүтке қосып, ұйықтар алдында ішуге кеңес береді. Ал сүтті ұнатпайтын адамдар болса, олар жөтел кезінде сода ерітіндісінен жасалған ингаляция тамақ булау көмектеседі. 1 литр қайнаған суға 1 ас қасық сода жеткілікті. Тамағыңыздың ауруына сода ерітіндісі ерекше көмектеседі. Оның 2 шай қасығын алып, 1 стақан жылы сумен араластырыңыз. Күніне 5-6 рет шайып тұруыңыз керек. Сода тамағыңыздың шырышты қабығын суландырып, тамақ қышуын тоқтатады. Конъюнктивит кезінде көзіңізді жиі сода ерітіндісімен жуғаныңыз дұрыс. Алайда бұл ескере кететін жайт, бір мақтаны тек 1 рет қолданыңыз. Сода медицинасында баяғыдан бері аритмия қарсы дәрі ретінде қолданылып келеді. Кенеттен жүрегіңіз қатты соғып ауырса, соданың жарты шай қасығын тұтынып тоқтатуға болады. Гипертония кезінде де өте пайдалы. Ағзадағы сұйықтық пен тұзды шығарып, артериялық қысымды төмендетеді. Соданы шай қасықтың жартысына салып, дәріңізбен бірге тұтыныңыз. Қоғамдық көліктерде басыңыз айналып құсқыңыз келсе, өзіңізбен бірге ас содасын алып жүруді ұмытпаңыз. Егер біреу қышқылға күйіп қалса, оған тез арада сода ертісін жағып, байлап тастаңыз. Соданы ауыр жарақат алып, көп қаныңызды жоғалтқанда немесе бір нәрседен уланғанда алғашқы көмек ретінде қолдану қажет. Ол үшін сода мен тұз ерітіндісін дайындағаныңыз дұрыс. Дайын жолы өте қарапайым. 1 шай қасық соданы, 1 шай қасық тұзды алып, 1 литр қайнаған суға салып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған соң, әр 5 минут сайын тұтыныңыз. Аузыңызды содамен шаю арқылы тіс ауруларын аман қаласыз. Ыстық сода ерітіндісін дайындап қойып, күніне 5-6 рет аузыңызды шаюды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Сонда сізге тіс дәрігеріне қаралудың да қажеті болмайды. Сонымен қатар сода тамаша косметикалық зат. Оны сабын ұнтағымен араластырып, аптасына 2 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Ол сіздің бетіңізді безеулерден құтқарады. Сода тіс пастасының да орнын ауыстыра алады. Оны мақтаға малып алып, тісіңіздегі тат тіккенше ысқылаңыз. Көп ұзамай нәтижесін көзіңізге жетеді. Сода ерітіндісі құрт құмырсқа, шыбын, шіркей шаққан жерлерде тез кетіреді. Егер шаққан жеріне күніне бірнеше рет жақсаңыз, орны да қалмайды және жараның аузына микроб түсірмейді. Жұмыстан қатты шаршап келген күні кешке содамен аяғыңызды уқалаңыз. 5 ас қасық соданы 10 литр жылы сумен араластырсаңыз жетеді. Содан кейін 15 минут аяғыңызды суға салып уқаласаңыз, шаршағаныңыз бірден басылады. Таңертең аш қарынға 709 мл сода ерітіндісін ішіңіз. Ол үшін қайнаған суға 1 шай қасық сода салады да, араластыра отырып, қажетті температурада жылытады. Аш қарынға жеді. Ол бауырды тазартады, иммунитетті арттырады, паразиттерді жояды. 1 апта бойы сосын айына 1 мәрте ішіп тұру керек. Аптасына 2 мәрте мынандай ерітіндіні ішуге болады. Жарты литр ыстық суға жарты шай қасық сода салып араластырып, салқындатып, аш қарынға ішуге болады. Сода мөлшерін біртіндеп көбейтуге де болады. Жалпы мөлшері адамның қай ауруы емдеуіне жай күйіне сәйкес таңдалады. Сода қатерлі ісіктің алдын алу үшін де қолданылады. Ол өкпе аурулары кезінде жөтелді жеңілдетеді. Сондай-ақ асқазан ішек ауруларына қарсы пайдасы бар. Ағзаны сілтілендіруге пайдасы мол. Өтте несеп қабында бүйректе тас болса, оны ертеді. Буындағы омыртқадағы
іркілген зиянды заттарды жоя алады. Қанды сіртілендіреді. Оны жәндік шаққан жерге жағуға болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.